Осы үш сұраққа иә деп жауап берсеңіз, құттықтаймын, сіз либералсыз. Әр адам өзінің мойнына жауапкершілік алғанда ғана біз дамимыз дейді. Көке, жәке деген сөздер жүрмейді. Озбырдың хақы жүрген жерде адамның хақы болмайды деген. Қалай ойлайсыз, біздің қоғамда еркіндік бар ма? Еркіндік деген кезде адамның басында бірінші либерализм келеді. Либерализм дегеніміз, ол білесіздер, жеке адамның қалауы мен таңдауын бірінші орынға қояды. Бірінші нақты сұрақтарға жауап берейік. Егер сіз өзіңізді тексеріп көріңіз да, адамдар диктаторлыққа көнбей, халық өз үкіметін өзі таңдау керек дегенге келісесіз бе? Адамдар касталық жікке бөлінбей, өздері мамандығын адам өздері таңдап оқыған дұрыс дегенге келісесіз бе? Немесе адамдар ата-анасын тауып берген кісіне, яғни теңіне қосылмай, өз жарын өзі таңдасын дегенге келісесіз бе? Осы үш сұраққа иә деп жауап берсеңіз, құттықтаймын, сіз либералсыз, яғни еркін адамсыз. Философ Ханна Арендттің мынадай сөзі бар да: хақынан айырылған адам мал деңгейіне түседі. Сондықтан әр адамның өзінің хақы болу керек. Сіз либерализм дамыған мемлекеттерді атап өте аласыз ба? Әрине, Европа мемлекеттерін мысалға келтіруге болады. Мысалы, Германия, Франция, Италия, Нидерландияны келтіруге болады оның ішінде. Одан кейін Скандинавия мемлекеттерін келтіруге болады. Норвегия, Дания, Швеция. Ол елдерде теңдік пен еркіндік 100%-ға дамып кетті десек те болады. Яғни біздің көзқараспен. Егер маған қайтадан туылу мүмкіндігі беретін болса, қай мемлекетте туыласың десе, Швеция немесе Данияны таңдайтын, немесе Норвегия. Өйткені ол жерде әр адамның өзінің хақы бар, құқығы қорғалады, және әркім өзінше пікір айта алуға мүмкіндік беретін мемлекеттер. Яғни ғылым мен білім дамыған мемлекеттер. Әрине сондай Аль-Фараби айтпақшы, ғылым мен білім дамыған мемлекеттерде өмір сүру керек деген, тиісті деген сөзі бар ғой. Маргарет Тэтчердің 1987 жылы берген әйгілі сұхбатында былай дейді: қоғам ерлер мен әйелдерден құралған құрақ қана дейді. Әр адам өзінің мойнына жауапкершілік алғанда ғана біз дамимыз дейді. Либерализм деген ұғым ескі де емес, көне де емес, табиғи да емес та. Мыңдаған жыл бойы билік адамның еркін таңдауында емес, жүрегінде емес, Құдайдан келеді деп сенді. Соңғы бірнеше ғасырларда ғана билік Құдайдан сүйектен жаралған адамға қарай ойыса бастады. Яғни билікті қазір адамдар өздерінің жеке таңдауымен таңдай алады. Бірақ болашақта билік адамдардан алгоритмге ауысуы мүмкін. Яғни адамның идеясы мүлдем істен шығып қалады. Яғни барлығын алгоритмдер басқаруы мүмкін. Бүгінгі күндегі дәлелдеп отыр ғой, Google'дар, YouTube, Twitter, Telegram. Нейронды жасанды интеллекттер. Жасанды интеллекттер. Адамның не қалауын таңдап беретін. Соңғы ғасырларда адамның санасы мен тәніне жасалған зерттеулер бар ғой, соны мынандай қорытындыға алып келе жатыр. Сезім дегеніміз, яғни эмоция дегеніміз, бүкіл сүтқоректілер мен құстардың аман қалу мен ұрпақ көбейту ықтималдылығын сақтап қалу мақсатында қолданылатын биохимиялық механизмдер. Біз айтып жатқан жаңа эмоция бар ғой, сезім дегеніміз. Қандай да бір еркіндікке, болмаса сезімге негізделмеген. Олар біз көрінбейтін санамыздағы нейрондар жүйесінің қызметі. Мысалы, үрей бар ғой, адам болсын, тышқан болсын, қандай да жаратылыс болсын, жыланды көрген кезде бойында үрей пайда болады. Ол үрей қайдан шығады? Яғни мысалы біз жыланды көрген кезде миымыздағы миллиондаған нейрондар іске кірісіп, жұмыс жасап, қауіп төнгенін бізге сездіреді да. Сол уақытта бірден үрей туған сеземіз. Яғни бұл не деген сөз? Нейрондардың жылдам жұмыс жасауының арқасында. Ашу, кінә деген сияқты эмоциялық сезімдер бар. Эмоция ғой, сезімдер. Олар топтық ынтымақтастықты құрайтын
биохимиялық механизмдер. Бұлар қалай қалыптасты? Бұл биохимиялық механизмдер эволюцияның барысында қалыптасты. Сезім мына ішкі түйсікке, шабытқа, еркіндікке емес, есепке сүйенеді. Сезімнің аса жылдам есептеулердің нәтижесінде болып жатқанын біз кейде сезе бермейміз. Айтады ғой, жаңа атап өттім ғой, сүтқоректілердің, жаңа құстардың аман қалу мен ұрпақ көбейту, ол сезім емес. Яғни біздің нейрондарымыз, миллиондаған нейрондарымыз есептеп жатқан біз сезбейміз. Ол сәтін сезіне алмаймыз да. Сондықтан біз сезім деген эмоция деп жаба саламыз. Оңай жауап бере салуға. Мысалы, жыланнан қорыққанымыз, мысалы өзіміз сексуалдық жолымызды таңдағанымыз, ол сезімнен емес. Ол жаңағы миллиондаған нейрондардың есептеуінің нәтижесі. Яғни оған миллиондаған жылдар эволюцияланған. Дәл қазір екі үлкен революцияның алдында тұрмыз. Бірі, жаңа айттым, биологтар адамның тәні мен санасына жасаған зерттеулер нәтижесі. Екіншісі, компьютер ғылымдары адамдардың жақындады мәлімет өңдеуге. Енді қараңыз, биотехнология революциясы мен ақпараттық революция екеуі бірігіп, адамның сезімін түсініп қойды. Яғни зерттеп қойды. Қазір біз айтып жүрген эмоция, сезім дегеніміз, біз ойлап жүрген нәрсе емес, дүние емес. Ол жай ғана санадағы нейрондардың жылдам жұмыс жасау екенін білдік. Химиялық реакция. Химиялық реакция екенін білдік та. Енді оның барлығын, мәліметтердің бәрі компьютер ғылымдарына түскеннен кейін, енді билік мен адамның қолында тұрады деп ойлаймын болашақта. Билік адамнан компьютерге ауысады. Яғни бізде алгоритмдер билейді деген сөз. Қалай ойлайсыз, болашақта билік адамдардың қолынан компьютерлерге өткен кезде адамдар бақытты болады деп ойлайсыз ба? Әлде осы қазіргідей өмір, қазіргідей соғыстар және де басқа үгіттеу, насихаттау болады деп ойлайсыз ба? Бұл спорный сұрақ. Бұл яғни 50-50. Бұған нақты жауап не бақытты, не бақытсыз болады деп айта алмаймын. Бірақ бұрын бақытты едік, қазір бақытсызбыз деген сөз, мен оған да келіспеймін. Бұрыннан қарағанда қазір жақсы. Сол сияқты мүмкін болашақтан да үлкен зор үміт күтемін. Неге? Өйткені алгоритмге ауысқан кезде біздегі ана биліктегі біраз жүйелер, адамдардың өздерінің қолымен жасап жатқан нәрселердің барлығы жойылады. Біріншіден компьютерге өткен кезде, компьютер өйткені эмоцияға, сезімдерге берілмейді. Оларға қандай да бір функция енгізіліп қойғаннан кейін программа олар сол қызметті атқарады да, сен оған пара беріп жатсың ба, сен онымен келісімге келесің ба, ондай нәрсені тыңдамайды. Яғни нақты қызықтырмайды, нақты шешіміңді шешіп береді. ГАИ қызметкерлері алгоритмге көшетін болса, мынау үкіметтегілер, соттағылар барлығы алгоритмге көшетін болса, шындық жоғарыға қарай, ақиқат көтеріледі да. Көкей, жәкей деген сөздер жүрмейді. Барлығы шешіледі деп ойлаймын. Екінші жағынан, енді әрине айттым өткенде де супер адамдар мен қажетсіз адамдар биікке бөлініп кетсе, мәлімет кімнің қолында көбірек болады, сол адамдар билеп төсеп кете ме деген. Яғни ғылым, бүгінгі таңда ғылым жақсы жаққа да жұмыс істеп жатыр, жаман жаққа да. Неге? Өйткені жаман жағын атом ядерный ойлап тапты, бірақ оның зиянын да көріп жатырық, пайдасын да көріп жатырық деген. Жабайының қолына гранатаны беріп қоя алмаймыз, маймылдың қолына. Өйткені гранатаны қалай қолдану керек білмейді. Мәліметті де дұрыс қолданылатын адамның қолына беруіміз керек деп ойлаймын. Адамдар ол. Оның үшін тағы да сол бүкіл адамдардың көзін ашу керек, ғылым мен білімді түсіну керек. Егер мәліметтер адамдардың барлығы біле бермесе, түсіне бермесе, тура осы надан ілім тобыр күйінде кете беретін болсақ, әрине біз әлі күнге дейін эмоцияны, біз сезім деп солай қабылдап оңай жауап беріп кете беретін едік. Сондықтан мен жақсы нәрсе күтемін, жақсы болашақ күтемін. Антиутопия немесе утопия болады дегіңіз келіп тұр ғой. Иә. 50-50. 50-50.